Менде қазір екі курс бар. Біреуі қарапайым адамдарға арналған заңгерлік сауаттылық болса, екіншісі менторство. Заңгерлік сауаттылық атты курста кез келген адам осы банкпен және онлайн займдармен туындаған мәселелерді шешуді, график алуды үйренеді. Сондай коллекторлық компанияның құқықтары мен міндеттерін өте жақсы біледі. Сондай-ақ бұл жерде нотариустармен, жеке сот орындаушылармен мәміле жүргізуді, ары қарай оларды қалай сотқа беру керек болатындығын, сондай-ақ аресттің түрлері, оларды қалай шешеді, қалай арыз жібереді, сотқа қалай талап арыз жазылады деген мәселелерді толық қамтитын боламыз. Сондай-ақ қандай шоттарға арест қойылмайды, қандай қарыздарды азайтуға болады, немесе төлемеуге болады, сол жайлы толыққанды ақпарат беріледі. Және де қаржы нарығын реттеу агенттігіне жалоба жазулардың